Сопылардың соңғы ұрпағы мәшһүр Жүсіп Көпеев Павлодар облысының Баянауыл ауданында өзі туған ауылында жер қойнауына 1931 жылы тапсырылды. Ол өзінің өліміне 10 жыл қалғанда 1921 жылы туыстарын жинап, бір жерді көрсетіп, менің мазарым осы жерде болсын. Қайтыс боларынан тура 10 жыл бұрын үлкен келіні Ақзейнептің інісі Досжанға мазарын дайындата бастайды. Мазар дайын болған соң алыс жақын ауылдастарын жинап, өз жаназасын шығарып, құрбан шалдырып, ас бергізеді. 73-ке шыққанша балталасаң да өлмеймін, 73-тен асқанда сұрасаң да тұрмаймын. Мен өлген соң қатты әлсірейсіңдер. Ас беріп жаназа намазымды оқытпақ түгілі бақа шаян теріп кетесіңдер деп 1931 жылы басталған ашаршылықты күні бұрын болжапты. Айтқандай, оны өзі дайындаған мазарына аштықтан әлсіреген жұрт зорға апарып жерлепті. Өлерінен бұрын әулие былай деген екен: жұт келеді, қалың қазақ қырылады, жұттан аман қалғандар 70 жыл құдайсыз қоғамда өмір сүреді. Одан кейін 30 жыл ұры қарылар былықтырған кез болады. Осының бәрінен өткен соң қазаққа қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болады деп болжаған екен. Әулие мәшһүр Жүсіптің 4 болжамы дәл келді. Өзінің қай жылы өлетіні, ашаршылық, 70 жыл елді билеген компартия, Қазақстанды 30 жыл ұры қарының билеуі, содан кейін қазаққа адал сүт емген, халыққа қайырымды басшылар келеді деп болжаған екен. Соған аман сау жетейік. Аз қалды. Жоққа жасымайық, барға тасымайық.